Слива вареньесі қалың, қою, әрі дәмді және аздап қышқыл болып келеді. Термомикспен сіздерге оңай дайындау жолын көрсетемін. Ең бірінші миксерная чашаға қант пен су құямыз. Он 15 минут 110 градус екінші жылдамдықта қайнатамыз. Осы уақытты жоғалтпау үшін сливаны сүйегінен тазартып турап аламыз. Тазартылған сливаны чашаға салып, 30 минут 100 градус бірінші жылдамдықта қайнатамыз. Біздің хош иісті слива вареньеміз дайын болды. Оны стерилденген банкаларға құйып алып сақтаймыз. Достар, видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.